Даңқты суретші Әбілхан Қастеевтің кіндік қаны тамған Шежін ауылында әлеуметтік нысандар салынады. Алтый ауылында мектеп пен мәдениет үйі күрделі жөндеуден өткізіледі. Оның сыртында Талдықорғанда суретшіге ескерткіш қойылып, Жаркентте көше беру жоспарланып отыр. Мұның барлығы қылқалам шеберінің 120 жылдық мерейтойы қарсаңында қолға алынып жатыр. Бұл мәдениет үйінің іргесі өткен ғасырдың 60 жылдары қаланған. Сол уақыттан бері бірде-бір жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Қазір төбесінен су сорғалап, едендері ескіріп, терезелерінен жел аңырайды. Өнер ошағының сахнасы да сын көтермейді. Жарық шамдар істен шығып, орындықтарды әбден тозған. Алайда өнер ошағының қызметкерлері жоқтан бар жасап жұмыстарын бір сәт тоқтатқан емес. Мәдениет үйінде 12-нен астам кітап қоры мен жетіген және домбыра үйірмелері жұмыс істейді. Қалған әніміз бар, биіміз бар, қол өнері бар. Солардың бәрі қалған үйірмеміз осы майдан бастап күн жылынған кезде ғана қосылады. Мәдениет үйінің күрделі жөндеуіне 840 миллион теңге қаржы бөлініп, алдағы күндер жаңарту жұмыстар басталмақ. Ал Жаркент қаласында Әбілхан Қастеевтің шығармашылығы мен өмір жолын насихаттайтын шағын көркем сурет галереясы жұмыс істеп тұр. Рухани шаңырақ осыдан 20 жыл бұрын суретшінің 100 жылдық мерейтойында ашылған. Бұл галереяда қылқалам шеберінің акварельмен салған екі төл туындысы бар. 1960 жылдары салған эскиздік жұмыстарында суретші Жазирал Жаркент өңірінің ауыл шаруашылық аймақ екенін көрсетуге тырысқан. Мерейтой аясында түрлі пленерлер мен ғылыми конференциялар өткізу жоспарланған. Биыл Талдықорған қаласында суретшіге ескерткіш қойылады. Мұнан бөлек өңір зиялыларының бастамасымен Жаркент қаласының бас көшесіне қылқалам шеберінің есімі берілмек. Ауылдың ақсақалдары бар, этномәдени орталықтары бар, қоғамдық кеңестер бар. Облыс әкіміне қазір өтініш жасап жатыр. Облыстық қоғамдық кеңеске облыстық мәслихатқа өтініш жасап жатыр. Біздің Жаркенттегі ең үлкен көше Жібек жолын осы биылғы даңқты суретшінің құрметіне Әбілхан Қастеев атау жөнінде. Мерейтой тек аста-төк дастархан жайып көңіл көтеру ғана емес, әлеуметтік пайдасы тиетін істермен есте қалу керек дейді суретші жерлестері. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.